Біздің ауылда ауыз су жоқ, ауыз су жоқ. О, 50 километр Қаскелеңнен тасып ішеміз. Ауыз су жоқ, 50. Айтсай түсіндірме. Питьевая вода нету, говорит, ауылда. Да ты чё? Да, горячая вода, холодная, вообще жоқ. Вообще су жоқ, ауылда су жоқ. Питьевая вода нету, 50 километр жерден тасып ішеміз. Міне. Айтыңыздар, мұн мұқтаждарыңызды айтыңыздар. Неге соны біз 50 километр жерден тасып ішеміз? Неге біз соны 5 километр жерден тасып ішпейміз біз? Какая разница оны? Біз үйден ағызып берсей. Демек, әрбір үйден ыстық су, суық су шаптырып тұрмасқа дейсіз ба? Ой, басеке, шаптырып емес, шорылдап. Шорылдап, сарылдап. Басқа жаққа барып шаптырасыңдар. Жай, сөйлеші, ағаш, братан. Қартайтып жібердің нұрға адамды. Тыныш, сабыр сақтаңыз. Менің де уақытым жоқ, сабыр сақтаңыз. Демек, әрбір үйден ауыз су шорылдап, сарылдап. Әрбір үйден ауыз су неге сарылдап тұрмасқа? Неге соны жасамасқа? Жасшы. Неге соны жасамасқа? Жасау керек. Нені де? Нені? Соны. Айтын. Так, одан кейін біздің ауылда. Жылдан. Аға, жай. Мен айтыңызшы, бәрін айғайлап, ескертіп қой сізге. Жай. Біздің ауылда одан кейін телефонный связь жоқ, сет жоқ, интернет жоқ, доктор шақыра алмаймыз. Міне. Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Карантин уақытында шетелдегі ма қалай? Шет ауылдардағы. Шет ауылдардағы жырақтағы жерлерде сет жоқ болмады. Сет жоқ болмады деген не? Сет жоқ болды. Wi-Fi жоқ. Демек, біздің әрбір қазақтың қарагөз балдары онлайн арқылы оқи алмады.